Асеке, мынау Ақмола облысында Совет үкіметінің тұсында қалған қала елді мекендер атаулары көп. Біз кейде түсінбейміз, сол мысалы мынау Шүйінсі қаласының атын ауыстырайық деп талпынып көрдік. Баяғыда Мұздыбаев деген әкім болған. Осыны білесіз. Мұздыбаевтың тұсында ақсақалдар шықты. Енді ол әкімге жала жаппай ақ қой, оның қолында ештеңе жоқ. Бірақ сол Мұздыбаев бір Қазақстанның түгел республиканы дүр сілкіндірген бір оқиғасы болды. Оның қасында пресс-секретары, яғни баспасөз хатшысы болып жүрген жігіт Рақымжан Қошқарбаев, Бауыржан Момышұлы, үшіншісін үшіншісін ұмытып қалдым, Әуелбеков білемін осы. Енді Әуелбеков бұл 95 жыл болып отыр ғой. Осы үшеуіне көшу береміз дегенде әкім осы қала ішіндегі мәселені айтып, өзі қарсы шықты да, ол республикалық көлемде әлеуметтік желіде кеңінен талқыланды. Енді қазір атау ауыстыруға моратория бар, бірақ не себептен осы мемлекеттік қызметте жүрген жігіттер тайсақтайды атауды ауыстыруға, қазақыландыруға? Енді ауыстыратын уақытында рұқсат беріп тұрған кезде, мысалы, біз өз қолымыздан келгенді істедік. Біз мысалы Аршалы ауданында 70%-ға жоқ өзге өкілдерінің тұрғанына қарамастан 300-ден аса көшені өзгертіп тастадық. 11 ауылдың атауын өзгертіп жібердік. Қазақ газетін ашып жібердік. Дәл сол үшін біздің басымызды ешкім кесіп алған жоқ. Бұл жерде Әлиханов Бөкейхановтың жаңағы білім емес, мінезден деген сияқты біздің қазіргі әкімдердің мінезінің жоқтығында, жұмсақтығында. Иә, жұмсақтығында, жаңа анау не деп қалады, мынау не деп қалады деген сияқты сондай бір ол жұмсақтықта емес, ол білімсіздігінде, ол өзінің қорқақтығында. Бұл жерде әрине ол столды соғып, мен Қазақстан бүгіннен бастап мен мынаны өзгертемін дегенім заң бар, сол заңның аясында жұмыс жасау керек. Бірақ біздің қазіргі Ақмола облысы бойынша орыс атаулар, ауылдар, көшелер өте көп. Жаңа айтып отырған Щучинск бар, Степногорный бар, Целиноград аудандары бар, мысалы үлкен Астрахан ауданы бар, Державинка дейміз, Макинка дейміз, әлі күнге дейін біз кеңестік тұстағы осы ауылдарға тіпті сол қатысы жоқ атаулар ғой, бұлар ешқандай да. Сондықтан да осы атауларды өзгерту жұмыстарын нақты бір науқан болып жатқан кезде керісінше жол бермей қойды. Енді бастама жасап өзгерте қойын десе мемлекет жол бермейді. Сондықтан көбінесе қазір әкімдердің былай айтқанда жұмыстарына тыйым көп, өте көп. Біріншіден білім саласын алып облысқа беріп тастаған, спорт саласын алып облысқа беріп қойған, денсаулық саласын облысқа беріп тастаған, жалпы аудандағы нағыз әлеуметтік мәселелерге әкім жауап бермейді қазір. Бәрін облысқа итеріп қойғанбыз. Бұны жоғарыдағылардың істеп отырғаны. Екіншіден, осы жаңағы тіл мәселесінде де оларға ауыздарыңды ашпаңдар. Жол, су, свет, құрылыс. Осы 4 мәселемен ғана айналыс болды. Яғни идеологияны түсінбейтін адамдардың ойынша мен бұл ауылға жол сап берсем, жарығын сап берсем, жаңағы суын тартып берсем болды. Бұлар ауыздарын жабады деген сияқты. Бірақ халықтың кешегі рухани мәдениеті қайда қалады, тарихы қайда қалады, әдебиеті қайда қалады. Әр ауыл, әрбір көшенің, жаңа азаматтар тұратын өздерінің батырларын шығарғысы келеді. Оның атын шығарғысы, соған ауылдың атауын бергісі келеді. Ол мәселемен ойнай беруге болмайды. Ол бір күн бомба сияқты жарылады, міндетті түрде жарылады. Екіншіден, заңда да ономастика туралы тұжырымдамада әдейі істеп қойған. Яғни бір көшенің атауын өзгерту үшін 50% халық дауыс беру керек. Көшенің. Енді оны 100% мысалы Щучинск Гоголь көшесіндегі 180 тұрғынның бәрі өзге ұлт өкілдері, олар қол көтермейтін белгілі болып тұр. Сондықтан да ол заңды болып есептелмей қалады. Яғни бір әдейі заңдық кедергілер қойылған. Сондықтан да жаңағы ол әкімдердің құзырындағы нәрсе өзгертем десе, істейін десе, дәл соны басынан шапалақтап, ешкім жолама істемейді деп айтпайды. Осы бізде жаңағы мінездің жоқтығынан, білімнің жоқтығынан болып тұр осы мәселе.